болады. Онда мен мұнда тұрамын. Тышқан боз үйшікке кіріп, астында тұрып жатады. Біраз уақыттан кейін үйшіктің маңына секіріп бақа келеді. Мен тықырлақ тышқанмын, ал сен кімсің? Мен бақылдау бақамын. Бақ, кел, бірге тұрайық. Бақа бақ деп бақылдап, үйшікке секіріп кіреді. Тышқан екеуін тіл табысып бірге тұрады. Енді үйшік қасына ыңқып қоян жетеді. Мен тықырлақ тышқанмын, ал сен кімсің? Мен бақылдау бақамын. Ал сен кімсің? Мен қорқақ қоянмын. Кел, бірге тұрайық. Қоян да үйшікке кіреді. Осылай үшеуі бірге өмір сүре бастайды. Алыстан бұл үйшікті түлкі көреді. Ақырын басып жақын келіп терезесін қағады да. Айналасына аға-ағылап қарап басқа жетеді. Ол есікті қағып, қырылдаған даусымен Сүйкімді кіп-кішкентай бұл үйшікте кім тұрады? Мен тықырлақ тышқанмын. Мен бақылдау бақамын. Мен қорқақ қоянмын. Мен қу түлкімін. Ал сен кімсің? Мен сұр қасқырмын. Кел, бірге тұрайық. Қасқыр қысыла ұмтыла ішке кіреді. Әйтседегі кішкентай үйшікке бесеу де сіңіп кетеді. Барлығы қосылып ән айтады, тату-тату өмір сүреді. Салған әнін естиді. Ол үйшікке жақын келіп бар даусымен Сүйкімді кіп-кішкентай бұл үйшікте кім тұрады? Мен тықырлақ тышқанмын. Мен бақылдау бақамын. Мен қорқақ қоянмын. Мен қу түлкімін. Мен сұр қасқырмын. Ал сен кімсің? Мен Құрбанбай аюмын. Кел, бірге тұрайық. Аю ары-бері тырбыңдап үйшікке кірмекші болады. Бірақ оның басы еңгерінен денесі сыймайды. Амалы таусылған аю. Мен сіздің шатырына мінейін. Жоқ. Қиратасың ғой деп шырылдайды. Іштегілер қорықпаңдар, түк те болмайды деп аюларға сөздермен
жасыр, барлық